айтасың ертең деп, болды міне ертеңде, қашан енді бастайсың сен арықтаудан? Киімдерің сыймайды, қарның неге тоймайды, ойлағаның тек тамақ. Бұл жағдай көпшілігіңізге таныс шығар. Әрісті ертеңге қалдырып үйренгенбіз. Көп жылдап жинаған салмақтан жылдам арылам деп түрлі монодиеталарға отырамыз. Алайда оның барлығы ағзаға кері әсерін тигізеді. Егер арықтауға ниетіңіз болса, дұрыс тамақтанудан бастаңыз. Яғни дұрыс суды біз өз мөлшерінде ішуіміз қажет, дұрыс уақытылы ұйықтауымыз қажет, пайдалы майларды міндетті түрде қолдануымыз қажет, зиянды тамақтарды жемеуіміз қажет, міндетті түрде күнделікті рационды аз-аздан 5-6 мезгіл тамақтануымыз қажет. Тамақтанудан 20 минут бұрын су ішіңіз, сонда ағзаңыз ас қабылдауға дайын болады. Шай мен кофені 1-2 күн қантсыз ішіңіз, кейін оған тез үйреніп кетесіз. Тәттіден бас тарта алмасаңыз, өзіңізге тек кептірілген жемістер жеуге рұқсат етіңіз. Қандай диетаны ұстану қажет, немесе қалай тамақтану қажет деп айтып жатамыз. Егер сіздің бауырыңыз ауыратын болса, немесе қандай да бір ағзаңыз ауыратын болса, міндетті түрде дәрігерге барып, дәрігер өзі тағайындауы керек сізге диетаны. Бір айда 6 келі салмақ тастадыңыз. Бірақ ары қарай бұл көрсеткіш өзгеріссіз тұрып қалды. Бұл плато әсері деп аталады. Ал мұндай қателік жібермеу үшін не істеу керек? Плато кезеңі әрбір адамда болуы мүмкін. Ол қалыпты жағдай. Яғни сізде бір ай мысалы салмақ тұрып қалған жағдайда, яғни сізде объемды міндетті түрде өлшеуіңіз қажет. Мүмкін сізде объем кетіп жатқан шығар. Мүмкін сізде объем тоқтаған кезде салмақтың өзі резко түсетін уақыты болады. Сондай период болуы мүмкін. Плато болатын болса, сіз қалаған тамағыңызды бір күн бойы жеуіңізге рұқсат. Келесі күні қайтадан сіз дұрыс тамақтануға өтуіңіз қажет. Сұлуда сымбатты болып көріну үшін дұрыс тамақтану ғана емес, сонымен қатар күнделікті жаттығу жасауды әдетке айналдырыңыз. Арықтаймыз, я уақыт келді.